саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы бөлшектер, пысықтау. Бүгінгі сабақта бөлшектерді салыстырасың, бөлімдері бірдей бөлшектерді қосып азайтасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Табиғатта су қай жерлерде болатын туралы мәліметтерді қара. Сандық мәліметтерден теңсіздік құр. Мұздықтар бізде 24 миллион 64 куб метр. Өзендер 2120 куб метр. Көлдер 176.400 куб метр. Топырақ ылғалдылығы 16.500 куб метр. Атмосферадағы су 12.900 куб метр. Енді осы сандық мәліметтерді пайдаланып, теңсіздіктер құрастырайық. 24 миллион 64 мың 2120-дан артық. 176.400 16.500-ден артық. 12.900 16.500-ден кем. Және тағы да қосымша өздеріңіз теңсіздік құрай аласыздар. Екінші тапсырмаға қарайық. Бұнда бөлшектерді салыстыр дейді. Яғни оқушылар салыстырған кезде мен сізге міне жоғарыға кішкене болса да мағлұмат беріп кеттім. Қараңыздар, 15-тен 2, 15-тен 4 бөлімдері бірдей екі бөлшектің қайсысының алымы кіші болса, сол бөлшек кіші болады. Түсіндіңдер ме? Қарайық, 15-тен 2, 15-тен 4. Жаңа айттық, алымы қайсысының алымы кіші болса, сол бөлшек кіші болады. Ендеше 15-тен 4 бізде артық. Келесі қараңыздар, 9-дан 8 артық 20-дан 8-ден. Алымдары бірдей екі бөлшектің қайсының бөлімі үлкен болса, дейді, қайсының бөлімі үлкен болса, сол бөлшек кіші болады, дейді. Енді келесіні қарайық, 1 артық 16-дан 5-тен. 2,9-дан 3 және 9-дан 3, әрине 2,9-дан 3 артық. Келесі 9-дан 8 әлде 20-дан 8 бі? 9-дан 8-е бұл жерде алымдары бірдей. Сондықтан да қайсының бөлімі кіші болса, қайсыныкі кіші болса, сол үлкен болады. Бізде 9 кіші болып тұр, сондықтан да олар артық болады. Ал 20 бізде қандай үлкен, сондықтан да ол бұл бөлшек кіші болады. 7-ден 3, 4-ден 3. Жаңағын айттық, бұнда алымдары бірдей. Ендеше бізде 7-ден 3 бөлімі бұның үлкен, сондықтан да бұл кіші болады. 7-ден 3, 4-ден 3-ден кіші. 7-ден 2, 7-ден 6-дан қандай? Кіші, яғни 7-ден 6 бізде артық болады. Келесі үшінші тапсырмаға қарайық. Суреттер бойынша аралас сандарды жаз. Бірінші суретке қарайық, неше бөлікке бөлінген? 8 бөлікке. Бір бүтіні бар, е, бір бүтін. Бір бүтін, сонда бізде балалар 8-ден, екіншісінде 2 ғана боялған екен. Бір бүтін 8-ден 2. Екіншісіне қарайық. Неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 6 бөлікке бөлінген, иә? Оның 2 толық боялған екен, яғни 2 бүтін дейміз. Және де 6-дан 3 дейміз. Бұл соңғы суретте 3-ақ бөлігі боялған. Түсінікті ғой? Бұл сандар бізде қандай? Аралас сандар. Келесі 4-ші тапсырмаға қарайық. Есепте дейді. 30-дан 21 қосу 30-дан 3, азайту 30-дан 8-тен болады. Алым бөлімдері бірдей болғандықтан ол солай өзгеріссіз қалады. Енді алымдарын қосатын қосып азайтамыз. 21-ге 3-ті қосамыз 24, 24-тен 8 азайтамыз 16. Сонда тең болады 30-дан 16. Келесіні қарайық. 200-ден 61 азайту 200-ден жақшан ішінде 235 азайту 219 тең болады 200-ден 45. Енді қарайық, яғни бірінші жақшан ішіндегі амалды орындаймыз. 35-тен 19-да азайтамыз, 16 болады. 61-ден 16-ны азайтамыз, 45, сонда тең болады 200-ден 45. Келесі, 65-тен 21 азайту 65-тен 16 қосу 65-тен 13 тең болады. 21-ден 16-ны азайтамыз, 5, 5-ке 13-ті қосамыз, 18 тең болады 65-тен 18. 30-дан 21 азайту жақшан ішінде 30-дан 1 қосу 30-дан 9 тең болады. Жақшан ішіндегіні қосып аламыз 1-ді 9-ға 10, 21-де 10-ды азайтамыз, 11 сонда тең болады 30-дан 11.
Келесі 5-тің А тапсырмасына қарайық. Есепті теңдеу құрып шығар. Ара қашықтығы 660 км болатын теңіз жағасындағы екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі машина жолға шықты. Олар 4 сағаттан кейін кездесті. Біреуінің жылдамдығы 90 км сағат. Екінші машинаның жылдамдығы қандай? Енді теңдеу құрамыз. Яғни x қосу 90 бұл км сағат жақындау жылдамдығы, я? Енді теңдеу құрамыз. Жақшаның ішінде x қосу 90, яғни 4 сағаттан кездесті. Көбейту 4. А жалпы ара қашықтығы тең болады 660. X қосу 90 тең болады 660-ты 4-ке бөлеміз. X қосу 90 тең болады 165. X тең болады 165-тен 90-ды азайтамыз. X тең болады 70. Енді тексереміз теңдеуімізді. Жауабы сонымен екінші автокөліктің жылдамдығы 75 км сағат. Енді 5-ші тапсырмасының әсіне қарайық. Нұр-Сұлтан қаласынан Арал теңізіне жүрдек пойызбен ғалымдар шықты. Олармен бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта Қызылорда қаласынан Астанаға қарай жылдамдығы 90 км сағат пойызбен оқушылар шықты. Егер ғалымдар отырған пойыздың жылдамдығы 120 км сағат болса, онда пойыздар неше сағаттан кейін кездеседі? Енді қарайық. Бұнда да дәл солай теңдеу құрамыз. Яғни 120 мен 90-ды қосамыз. Бұл бізде жақындау жылдамдығы. Екі қаланың ара қашықтығы бізде 1260. Ендеше жақшаның ішінде 120 қосу 90, жақшаны жабамыз, көбейту x тең болады 1260. 210 көбейту x тең болады 1260. X тең болады 1260 бөлу 210. X тең болады 6 сағат. Так, келесі тапсырма қарайық. 6-шы тапсырма есепте. Яғни бұл жерде біз мәнін табамыз. Енді қарайық. 4 бүтін қосу 3 бүтін 9-дан 3-тен болады. Бүтін сандарды қосып аламыз. Яғни 4 3-ке қосамыз 7, 7 бүтін 9-дан 3. Келесі 19 бүтін 10-нан 8 азайту 3-тен болады. Бүтіннен бүтінді азайтамыз. 19-дан 3-ті азайтамыз 16, 10-нан 8 өзі қалады. Яғни 16 бүтін 10-нан 8. Келесі қарайық. 19 бүтін 7-ден 3 азайту 17 тең болады. Бүтіннен бүтінді азайтамыз. 19-дан 17-ні 2 бүтін 7-ден 3. 14 бүтін 9-дан 1 қосу 6 бүтін 9-дан 4 тең болады. Бүтінді бүтінге қосамыз. 14 6-ға 20 бүтін 9-дан бөлімі өзгеріссіз қалады. Алымдарын қосамыз. 1-ді 4-ке қосамыз 5. 20 бүтін 9-дан 5. Келесі 14 бүтін 8-ден 1 қосу 14 бүтін тең болады. 28 бүтін 8-ден 1. 8 бүтін 6-дан 5 азайту 4 бүтін 6-дан 3 тең болады. 4 бүтін 6-дан 2. Келесі 8-ші тапсырма. Бөлшектердің қосындысын тап. Суретті дәптеріңе сал, алынған бөліктерді боя. Яғни бізге 16-дан 8, 16-дан 3, 16-дан 2 берілген. Яғни осыларды үшеуін біз қосамыз. Қосқан кезде, яғни бөлімі өзгеріссіз қалады 16, алымдарын бір-біріне қосамыз. 8-ді 3-ке қосамыз. 11, 11-ге 2-ні 13. Тең болады 16-дан 13. Енді әр қайсы, яғни суреттегіде тор көздер берілген, сол бөлшекке сәйкес бояймыз. Бірінші 16-дан 8, яғни 16 тор көзден тұрған, бірақ оның 8-і ғана боялған. Келесі 16-дан 3, үшеуін ғана бояймыз, және соңғысы 16-дан 2, яғни екеуі ғана боялған екен. Келесі 9-шы тапсырма. Кестені пайдаланып есепті шығарып көр. Әкесі 35 жаста, ал баласы Арман 10 жаста. Неше жылдан кейін әкесінің жасы Арманның жасынан, яғни 2 есе үлкен болады. Енді қарайық, әкесі 35-те, Арман 10-да. 5 жылдан кейін әкесі 40-та, Арман 15-те. Әлі де 2 есе жоқ, я? Келесі, енді әкесі 45-те, 5 жылдан кейін, Арман 20-да. Тағы да 2 есе жоқ әлі, я, балалар? Себебі 2 есе үлкен болу керек. Енді 5 жылды тағы қосайық, әкесі 50-де, ал Арман 25-те. Сонда қараңыздаршы, екеуінің арасы 2 есе үлкен.
Сонда жауабы 15 жылдан кейін әкесінің жасы Арманның жасынан 2 есе үлкен болады. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.